Дәулет аға, сіздің бір күніңіз қалай өтеді? Мен бар ғой, күнім бір шимай шатпақты күн негізі анандай. Бір жол, бір не жоқ бейтіп, айналып, міне жаңа жұмыс уақытындағы бос түскі уақытты пайдаланып сендерге түсірілімге келіп отырмын. Одан шыққаннан кейін мынау сенбі жексенбіге Шымкентке шақырған, мынау халыққа арналған қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған мастер-класс өтеді. Одан бөлек университетте студенттерім бар менің. Кеше оларға сабақ бердім. Олардың жастары нешеден, шамамен 2005-2004-тері болды. Магистратурада мысалға. Одан кейін өзімде қосымша оқимын. Қазір ағылшын деңгейімді дамыту жолдамын. Ол өзімнің білім алатын сабағым бар. Одан кейін Қарсыз қоғам деген республикалық жобаның жетекшісі болғаннан кейін ол жаққа да жүгірем. Кейін қазақ радиолары шақырады, ол жаққа да жүгіріп сұхбат берем. Телевидение шақырады, әйтеуір сондай бір жүгіріс. Таңертең жұбайымыз екеуміз келісіп аламыз. Баланы кім садикке, балабақшаға апарады деп, сөйтіп таң сағат 7-ден басталады ғой жүгірістің барлығы. Бірақ енді әйтеуір Құдай күш қуат берсін деп жүреміз.